Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дүниежүзі халықтарының діни құрамы. Оқу мақсатымыз дүниежүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аймақтарын анықтайды. Дін дегеніміз не? Дін дегеніміз қоғамдық сананың бір түрі. Дін әрбір елдің саяси және экономикалық өміріне, тұрмыс тіршілігіне, тұрмыс салтына, адамдардың моральдық нормаларына, демографиялық және этикалық үдерісіне үлкен ықпал етеді. Дін адамдардың Құдайға немесе жоғарғы рухтың күшіне сенуі, сол сенімге байланысты қалыптасқан қағидалар, ғұрыптар, салт дәстүрлер мен өмір сүру ережелерінің жүйесі, ол белгілері бір әрекетті қамтиды. Ал енді сенім дегеніміз не? Сенім адамдардың бір нәрсеге, идеяға немесе құндылыққа шын жүректен илануы, оған күнәмсіз сенуі. Сенім тек дінге ғана қатынасты емес, адам өзіне, болашағына, достарына немесе белгілі бір идеяларға сенуі мүмкін. Діндердің ролі: рухани тәрбие беру, қоғамдық біріктіру, өмірдің мәнін түсіндіру, мәдениет пен дәстүрді сақтау, моральдық тәртіп орнату. Діндердің жіктелуі: ғалам дінтанушылар барлық дінді негізі үш топқа бөлді. Бірінші, рухтық, тайпалық, олар және пұтқа табыну деген. Ал екінші дін, ұлттық діндер, кейбір жеке елдерде дамыған. Ал енді дүниежүзілік дін дейді, әлемде кең таралған діндердің бірі болып келеді. Енді осы арада рухтық, тайпалық діндерге кеп тоқталатын болсақ, рух тайпалық діндер ежелгі уақытта ру немесе тайпа мүшелері ұстанған наным, сенімдер жүйесі. Бұл діндер белгілі бір халықтың, рухтың немесе тайпаның өмір салтымен, табиғатымен және ата-бабаның дәстүрімен тығыз байланыста болған. Табиғат күштеріне табыну, ата-баба рухына сену, тотемизм, шаманизм, салт жорғылар деп айтамыз. Енді осының ішінде жеке тоқталатын болсақ, табиғат күшіне табыну дегеніміз адамдар күнге, айға, суға, отқа, жерге сияқты табиғат құбылыстарының ерекше қасиетін беріп, оларды киелі деп санаған. Ата-баба рухына сену дегеніміз және аруақтарға, рух мүшелеріне, ата-бабалардың рухтарына, адамдарды қорғап, көмектеседі деп сенген. Ал енді келесі үшінші тотемизм: әр ру өзінің белгілі бір жануармен немесе табиғат нысанымен байланысып, оны қасиеті деп санаған. Мысалы алатын болсақ, қасқыр, бүркіт деп алуға болады. Шаманизм. Ал енді осы шаманизмді шамандар басқарған болатын. Рухтармен байланысты жасай алатын деп есептеген адамдарды, рухтармен өздері тікелей байланысатын адамдарды шаманизм деп атаған. Ал салт жоралғылар әртүрлі құрбандық шалу, дұға жасау, рәсімдерді өткізу сияқты дәстүрлер орындалып отырған. Енді келесі дініміз ұлттық діндер. Және ұлттық діндеріміз белгілі бір халыққа немесе ұлтқа тән, сол халықтың тарихымен, мәдениетімен, дәстүрімен тығыз байланысты болған. Бұл діндердің көбінесе белгілі бір ұлттың адамдар ғана ұстанды. Енді белгілі бір ұлтқа тән ұлттың діндері көбінесе бір халықтың ішінде таралған болған. Екінші, мәдениет пен дәстүрмен байланысқан. Бұл діндер сол халықтың дәстүрімен, әдет-ғұрпымен тығыз байланыста болған екен. Үшінші, бұл басқа халықтарға кең таралмайды. Әдетте ұлттық діндерден басқа елдерге көп таралмайды. Олар индуизм, индуизм, синтоизм. Енді индуизм негізінен үнді халықтарының діндері болып есептелінеді. Индуизмге еврей халықтарының діні. Синтоизм ол жапон халқының дәстүрлі діні. Дүниежүзілік діндер әлемде көптеген елдеріне таралған әртүрлі халықтар ұстанған діндер. Бұл діндер белгілі бір ұрпақпен ғана шектелмейді. Барлық адамдарға арналған діндер. Әлемге кең таралған, ұлтқа бөлінбейді.
ізгілік пен адамгершілікке шақырады. Бұлар дүниежүзі діндер 3 топқа бөлінген: ислам, христиан, буддизм. Діндердің адамдардың рухани тұрғыда тәрбиелеп, түрлі халықтар арасында түсінік пен бірлікті нығайтуға ықпал етіледі. Енді осы буддизмге келетін болсақ, буддизм әлемдегі ең көп таралған діндердің бірі болып келеді, және көне діндердің бірі болып келеді. Біздің заманымызға дейінгі 4 және 5 ғасырда Үндістан аумағында пайда болған. Буддизм негізін қалаған Гаутама, ол кейінгі Будда, яғни оянған, ағартылған деген атқа ие. Буддизм көптеген елдерде таралған. Мысалға алатын болсақ, Қытайға, Жапонияда, Таиланд, Монғолия, Корея елдерінде. Буддизмнің ғибрат ететін орындары Будда, храм болған. Енді келесі христиан діні. Палестинада біздің дәуіріміздің 1 ғасырда пайда болды. Бұл христиан діні ең көп таралған діндердің бірі болып келеді. Бүкіл жер Орта теңізінде таралған. 3 ғасырдан кейінгі Рим империясында мемлекеттік дінге айналды. Ол 9 ғасырдан соң Европада басты дін болып есептелінді. 1054 жылы христиан діні 2 негізгі бағытқа бөлініп кетті: провинциал және католицизмге болып ыдырады. Христиан діні Европада, Америкада, Австралияда көп таралған діндердің бірі болып келеді. Христиан дінінің бір ерекшелігі, ол тек шіркеу түрінде өмір сүре алады. Кітаптары Библия. Христиан дінінің басты дерек көзі христианда Европаларда көп тараған болып есептелінеді. Христиан діні жәнегі әлем бойынша 2 орында таралып болып есептелінеді. Оның негізгісі Иса пайғамбар болып есептелінеді. Ислам діні. Ислам ең жас діндердің бірі болып есептелінеді. Біздің дәуіріміздің 7 ғасырда араб түбінде пайда болған. Исламның негізгі қалаған 570 жылы Меккеде туған Мұхаммед пайғамбар болады. 40 жасында Алла өзін пайғамбар етіп таныған, жария етіп, сол күннен бастап ислам уағыздай бастады. Ислам дінін ұстанушы жан мұсылман деп аталды. Мұсылманның қасиетті кітабы Құран. Намаз оқитын жері мешіт болып есептелінеді. Мұсылмандардың көпшілігі 1 миллиардтан астам Азияның оңтүстігі, солтүстік Африкада тұрып жатыр. Ең ірі ислам мемлекеті Индонезия. Азия мен Африканың 30 мемлекетінде ислам мемлекетін дін ретінде қабылдаған екен. Мысалы, Египет, Иран, Ауғанстан, Пәкістан, Сауда Арабия, Марокко, Қазақстан, Орта Азия және Ресей елдерінде де ислам дінінің кең таралған жерлері бар. Европада ислам діні Балқан түбінде, Германияда, Түрік империясында таралған екен. Келесі бөлім практикалық бөлім. Бірінші тапсырма. Зертте, талда, қорға әдісі арқылы топтық тапсырма. Дескриптор 3 балдан тұрады. Бірінші тапсырма берілген діндердің пайда болған жері мен негізгі тұлғасын дұрыс анықтайды. 1 бал аласыздар оған. Екінші қасиетті кітабы мен негізгі белгілерін, идеясы, қасиетін, орын, таралу аймақтарын дұрыс көрсетсеңіздер, қанжағаларыңызға тағы да 1 бал аласыздар. Үшінші тапсырмада ақпаратты жүйелеп, қысқаша қорытынды жасап, қорғау барысында өз ойын жүйелеп жеткізе білсеңіздер, тағы да 1 бал аласыздар. Бірінші топ христиан діні, екінші топ ислам діні, үшінші топ буддизм. QR-ға басқан кезде христиан діні әлемдегі ең көп таралған діндердің бірі болды деген сұрақ келеді. Басып көрсеңіздер, тапсырма шығады. Бұнда пайда болған жердің аумағын анықтайсыздар. Негізгін қалаушысы, қасиетті кітабы, таралған материктерді айтасыздар. Екінші, ислам діні тапсырмасы пайда болған жері, пайғамбары, қасиетті кітабы, мұсылмандардың қасиетті орнын айтасыздар. Үшінші, буддизм. Бұл жерде қай елде пайда болды, негізін қалаушысы, негізгі идеялары, қай аймақта таралғандарын айтасыздар.
жауабын көру үшін астында сақталып көрсетіліп тұр. Мына жерде қарасаңыздар. Екінші тапсырма артығын табы әдісі арқылы. Бұл жеке тапсырма болып беріледі. Дескриптор 3 балл болады. Әр картада артық ұғымды дұрыс анықтайсыңдар. Бұнда кемінде және 8-10 сұрақтан дұрыс жауап болатын болса 1 балл аласыздар. Артық сөзді неге сәйкес келмейтінін қысқаша түсіндіреді. Оған 1 балл жауап бересіңдер, аласыздар. Үшіншіде ұқсастық пен айырмашылықты жалпылай алып, ойын түсінікті жеткізген үшін 1 балл аласыздар. Осының бәрін QR арқылы орындайсыздар. QR-ды ашқан кезде қатарда артық сөзін тап деген сұрақтар кездеседі. Мысал үшін қарасақ, мешіт, қағба, шіркеу, пагода деген. Бұнда келесі сұрақ қарай өтуге болады. Дұрыс сұрақты тауып, ары қарай келесі қарай түймедақты басқанда жылжып отырады. Қатардағы артық сөзді тап. Бұл жердегі сұрақтар беріледі. Сол жердегі нақты сұрақты белгілесеңіздер, жауап келесі сұрақ қарай өте бересіздер. Үшінші тапсырма картамен жұмыс әдісі. Бұл да жеке тапсырма болып келеді. QR арқылы жұмыс беріледі. Дескрипторы 2 балдық болады. Бірінші, діннің басылым таралған материалын дұрыс көрсетесіздер, 1 балл аласыздар. Екінші, әр дінге кемінде 2 мемлекетке мысал айтасыздар, сонда 1 балл аласыздар. QR-ды басып кірген кезде карта бойынша жұмыс шығады. Сол картада белгіленген мемлекеттер бойынша діндерді христиан, ислам, буддизм, ұлттық діндер және рух тайпалық болып есептеледі. Сол діндерді карта бойынша көрсетіп өтесіздер. Оқушылар сабақтың соңында кері байланыс береді. Бұнда барлығы керемет, сұрағым бар, ештеңе түсінбедім деген кері байланыстарын бере алады. Назарларыңызға рахмет. Балалар, сабақты бастамас бұрын бәріміз экранға назар аударайық, психологиялық ахуалымызды тудырып алайық. Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп, рухымызды арттырып алайық. Ол үшін сіздерге сөйлемді аяқта айдарын ұсынамын. Мына жерде бірнеше сөйлемнің басы берілген. Қалаған ұяшықты таңдап, сөйлемді өз ойларыңызбен жалғастырыңыздар. Сәттілік тілеймін. Досқа айтатын жылы сөзім бауырым. Елімнің болашағы жарқын, себебі біз бақыттымыз. Жарайсыңдар балалар, жоғары деңгейде жауап бергендеріңіз үшін өздеріңізді шапалақтау арқылы мадақтап қолыңыздар. Ал кеттік, қол шапалақ. Сабақты бастамас бұрын миға шабылу әдісін жасайық. Кестеде берілген атауының шығу тегі мен мағынасын ескере отырып, мемлекет атауын табайық. Бірінші мемлекет бұл Қазақстан. Сен әулетінің атауынан сен мемлекеттің жері Қытай. Қытайша жебен күншығыс елі Жапония. Тайпасынан франктер елі бізде Франция. Индонезия. Бразил ағашынан қызыл ағаш елі Бразилия. Латынша Германия, герман тайпаларының жерлері. Германия. Айнеға. Ерекше Египтос, Нил елі Египет. Жаңа сабақ тақырыбын белгілер әдісі арқылы бастайық. Бәріміз зер салып экранға қарайық. Осы орында қандай белгілер тұр, қандай белгілер көріп отыр, кәнекей айтып жібер. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болуы мүмкін? Сабағы мақсаты қандай болмақ? Балалар, ұялы телефондарымызды алып шығып, QR-ды сканерлейміз, сосын тапсырманы орындаймыз. Балалар, енді үшінші тапсырмаға өтейік. Үшінші тапсырмада да QR сканерлеп, ұялы телефонымызды қосамыз. Клейка